Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де маған тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Өйткені менің каналымнан пайдалы блогтар көресіз. Демалыс күнгі түске дейінгі уақытым қалай өтті? Ертеңгі шайдың орнын жинап, жиыстырып, ыдыстардың барлығын жуып, тазалап, реттестіріп қойдым. Ең алдымен нанымды ашытып алайын деп табаққа ұнымды елеп салдым. Тұзын, дрожжын салып, ұнымның басын біріктіріп, қамыр елей бастадым. Кейіннен үлкендеу басқа табаққа ауыстырып, бетін жауып жылы жерге қойдым. Одан кейін түскі астың қамына кірісіп, фарштың үстіне жуаны ұсақтап турап, одан кейін сәбізімізді ұсақтап турап, жуасын, тұзын, бұрышын, жұмыртқасын барлығын біріктіріп, оны үлкендеу табаққа ауыстырып, дәмінің барлығы әбден біркелкі болғанша, фаршымыз біркелкі болып біріккенше әбден араластырып, бірнеше котлет жасадым. Одан кейін наным көтеріліп келе жатыр екен, оны тағы да бір бастырып қояйын деп, тағы да бір бастырып, иінін қандырып, қайтадан жылы жерге қойдым. Және қызып тұрған духовкаға котлетімді салып, одан кейін гарнирге күрішімді барлығын дайындап, астарын баяу отта қойып, кейіннен етімізді, фаршымды барлығын бірнеше пакетке салып, бөліп реттестіріп қойдым. Осы орталықта котлет та дайын болған екен. Одан кейін подливаны дайындайын деп подливаны шығырып, су құйып, оны астын баяу отта қойдым. Одан кейін морозильнигімді жуып алайын деп морозильнигімді тазалап, бір-бір сүртіп, манағы бірнеше пакетке салған етті, фарштарды барлығын соған реттестіріп орналастырдым. Бір уақытта қарасам, наным көтеріліп тұр екен. Нанымды 3 бөлікке күлшеге бөліп, патносқа салып, оны қызып тұрған духовкада пісіріп алдым. Осындай қып-қызыл күлшелер шықты. Одан кейін түскі асқа кішкене бауырсақ істей қояйын деп, ыссы бауырсақ жесін деп, бауырсағымды жайып, қамырымды жайып, бірнеше бөлікке бөліп, бауырсағымды пісіріп алдым. Осындай қып-қызыл үлбіреген бауырсақтар дайын. Одан кейін қарап тұрмайын деп, шайнегімді жуып тазалап алайын деп, шайнегімді жуып тазалап жылтыратып алдым. Қолымдағы тряпка, Гринвейдің тряпкасы, барлығын тазалап, қақпағын барлығын тазалап, әбден жуып, жылтыратып, ішіне суын құйып, астын жағып қойдым. Тамағымның барлығы бірыңғайланғанша, бүгін демалыс күн ғой деп, моншаны қосып, котельняға барып, одан кейін ішін тазалап, жуып, барлығын дайындап, жылтыратып қойдым. Міне сөйтем дегенше түскі астында уақыты болды. Үйдегілерді түскі асқа шақырып, тамақтардың барлығын әдемілеп салып, күрішімізді салып, одан кейін котлетімді салып, подливасын құйып, және өткенде жасаған квашеный капустаны салып, обедімізді, түскі асымызды ішіп алдық. Одан кейін ыдыстарын жуып болғасын, жақын жердегі супермаркетке барып қайтайын деп, үйдегілермен супермаркетке барып, ұсақ-түйек керек жарағымды алып, үй жаққа қайтты. Міне менің бүгінгі демалыс күнім, түске дейінгі уақытым осылай өтті. Үйге келіп, алғандарымның барлығын реттестіріп, орындарына қойдым. Негізі көп зат алуға барған жоқпын, ұсақ-түйектер алуға барғанмын.